Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен зебра пирогын жасайтын боламыз. Бізге 4 жұмыртқа, шекер керек. Шекерімізді салып, жұмыртқамыз ағарғанша миксермен көпіртіп былғастырып аламыз. Ендігі кезекте қаймағымызды саламыз. Оны араластырып, сары майымызды ертіп құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға 1 шай қасық соданы салып, ұнымызды електен өткізіп, 2-3-ке бөліп салып отырамыз. Ең оңай, тез жасалатын, үй жағдайында бар заттардан жасалынатын пирогтардың бірі. Мінекей ұнымызды салып жақсылап араластырып болдық. Енді қамырымызды 2-ге бөліп аламыз. Осылай ыдысқа бірдей. Сосын 2 ас қасық какаоны бір бөлігіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қамырымыз осындай сұйықтықта шығады. Енді формамызға астына пергамент қағазын төсеп, жан-жағына сұйық майымызды жағып аламыз форманы. Және осылай қамырымызды 2 ас қасықтан бөліп осылай алма-кезек салып отырамыз. Екі ас қасықтан алма-кезек салып болғаннан кейін қамырымызды шетінен ортасына қарай осындай ағаш шпажкамен узор салып шығамыз. Содан кейін 180 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз әдемі көтеріліп пісті. Енді тіліп қараймыз. Өте жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Менімен бірге соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Көп рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Болашақта өте көп рецепттер салатын боламын.